Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге ең жылдам әрі оңай бітетін балаларға арналған ұлттық киім үлгісін көрсететін боламын. Міне бұл ұлттық киімді бастамас бұрын мен сіздерге қазір көрсетемін. Мен мысалға өз өлшемімді дайындап алдым. Мен бұл өзімнің немеремнің өлшемі. Міне қарап тұрсаңыздар, жерде өлшемдері деп жазып қойғам. Мына жерде полохват шея дегеніміз бұл мойын өлшемі. Мойын өлшемінің жартысы. Менде 24 еді, мен соның жартысын жаздым, 12 деп. Мына жерде полохват груди деп тұр. Полохват грудиміз бұл кеуде өлшемінің жалпы көрсеткіші болса, соған 2-ні қосамыз да 30 болады. Оны 2-ге бөліп жартысын жазамыз. Ол бізде 15 болады. 15 көрініп тұр. Және полохват талиямыз бұл бел өлшемі. Бұл менде 24 болса, оны 2-ге бөлеміз. Одан жартысы 12 болады. Өйткені бізде бұйымдарымызды тіккен кезде матамыз 2 бүктеліп тұратын болғандықтан біз жарты өлшемдерін жазып отырамыз. Әрі қарай полохват бедра, яғни бөксе өлшемінің жартысы. Мына толық көрсеткіші болса, соны 2-ге бөлеміз, бізде міне 16 шығып тұр. Әрі қарай длина рукава, яғни жең ұзындығы. Жең ұзындығы міне толық жазылады, өйткені ұзындық 28. Длина спина до талии. Бұл жаңағы артқы мойын нүктесінен жаңағы неге дейінгі белге дейінгі өлшем. Ол менде 28. Енді ширина спина. Ширина спинамыз ол бізде мына нүкте мен мына нүкте. Осының ара қашықтығы менде 22 болса, соны 2-ге бөлгенде міне 11 шығады. Яғни менде міне 11 көрсетіп тұр. Ширина плечо, значит, иық өлшемі. Ол ешқандай бөлінбейді, міне толық түседі. Ол 10 сантиметр. Енді ары қарай длина костюмы. Костюмымыздың ұзындығы. Ол бізде 48, міне көріп тұрсыздар. Ол мына нүктеден мына нүктеге дейін менде костюмның жалпы ұзындығы 48-ді көрсетіп тұр. Ал енді мына 15 деп тұрғанымыз бұл кеуде өлшемі. Яғни біз қолтық ойындысын сол кеуде өлшеміне сүйене отырып жасап аламыз. Енді мен сіздерге артқы бойын түсіндіріп кетейін, қысқаша. Мынандай мойын өлшемдеріңізді түсіресіздер, міне 6 деп көрсетіп тұр. Ол 6, мына 12-нің жартысы. Енді бұл арқаға әрине соның жартысы барады. Өйткені мына мақта 2 бүктеліп тұр деңіздер. Мына жер матаның бүктелген сызығы. Мына былай қарай деп маталарыңызды ашқан кезде мына жер былай ашылып 12-ні береді деген сөз. Оның жоғары қарай мына нүктеден мына нүктеге 3 см көтереміз. Сөйтеміз да иық мойын ойындысын мынандай қып қосып аламыз. Одан ары қарай. Енді бізде мына нүкте тұр ғой. Міне көрсетіліп тұрған мына нүкте. Осы нүктеден 2 см төмен қарай иық сызығының нүктесін тауып аламыз. Сөйтеміз да мына жоғарыдан төмен қарай мына нүктеден 1 см асырып, мысалға 10 см қай жерге дейін барады, сол жерге дейін созып алып келеміз. Міне қарай 1 см шығады. Сөйтеміз да мына нүктеден мына жоғары қарай 6 см көтереміз. 6 см көтереміз. Сөйтеміз да мына нүктеге қосамыз. Одан ары қарай мына қолтық ойындысына қарай түсіреміз. Көрдіңіздер ғой? Мына нүкте мен мына нүкте біздің кеуде өлшеміміз. Мына полохват груди дегенге міне 28 қосы 15 деп соның жартысын шығарып тұрмыз ғой. Демек, мына жер бізде 15 деген сөз. Мына мен мына нүкте 15. Міне біз қолтық ойынысын түсіріп алдық. Қолтық ойынысын былай ойлады. Мына нүкте мен мына нүктенің биіктігі 2,5 см болады. Түсінікті ғой? Мынау аралық қолтық ойынысын. Ол 12. Мына жер демек 6 см-ден қолтық ойынысына кетеді деген сөз. Міне біз артқы деталінің жалпы жаңағы несі түсінікті болды деп ойлаймын. Енді алдына келетін болсақ, алдыда осы арты сияқты міне қолтық ойындылары дәл солай түседі. Міне 6 см жоғары көтереміз. Бұл да 6,5 болады кішкене, өйткені алдыңғы ойындысы артқы ойындыдан кішкене нелеу болады. Мына жерде де мына нүктеден мына нүктеге 6 см жүргіздік. Сөйтіп барып мына иық сызығын түсірдік.
мына жерден нүктеден мына жақта 2 болса, бұл жерде 2,5 сантиметр құлатамыз төмен қарай. Тура мына сияқты 1 сантиметр шығарамыз. Сөйтіп мына жерге 10 сантиметрімізді орналастырамыз. Сөйтеміз да оны мына нүктеден көтерілген 6,5-ға әкеліп қосамыз. Алдыңғы мойын ойындысы артқы мойын ойындысынан кішкене мына 5-6 сантиметр төмен болады. Егер бұлай ойып қоятын болсаңыздар, ол уже тамаққа тіреліп қалады. Сол үшін бізде ойынды кішкене түсіп тұрады. Енді біз бұл детальді қырқан кезде мына жақта кішкене былай қарай 1,5 сантиметр запас қалдырып қырқамыз мына жаққа. Ол не үшін? Біз өйткені мен көрсететін костюмның алдында замок орналастырамын. Сол замокқа ол жаңағы запас матада қырқылады деген сөз. Жалпы мен сізге жаңағы костюмының алды мен арқасының деталін көрсеттім. Енді әрі қарай мына жеңіне келетін болсақ, мынау общий картинкада мына бұл костюміңіздің жеңі. Міне менде жеңнің жалпақтығы 24. Ары қарай көбейте берсеңіздер де болады, өздеріңіздің еріктеріңіз, бірақ қатты үлкен болып кетпеу керек өз размерлеріңізден. Енді қолтық ойындысына келетін болсақ, оны мына жерден былай қарай 10 сантиметрға міне сызып аламыз. Мына нүктеден мына нүктеге дейін міне мен сіздерге көрсеткендей міне менде длина рукавам 28 еді. Міне сол 28-ді мына жерге түсіреміз. Міне біздің жалпы жеңіміздің формасы шығып келе жатыр. Енді жеңдерімізді міне тең, мынау ортаның теңін шығарып аламыз, 24-тің ортасын. Сөйтеміз да соны мынандай қып штрихта бірінші түзумен сызып аламыз да, соны 2 сантиметр жоғары көтеріп бар мына доғаны мына қосамыз. Ал мынау алдына келетін болсақ, мынау алды жағы, бұнда бұны да штрихтап қосамыз да, штрихтың мына жоғары жағын 1 сантиметр көтеріп барып доға сызамыз да, мына жерге келгенде 1 сантиметр төмен түсіріп барып қосамыз. Ал енді жеңдеріңіздің үш жақтары міне аяқ жағы мысалға кішкене жинақы болсын десеңіздер, мен штрихпен көрсетіп қойғандай сызып түсіріп аласыздар. Ал енді кеңдей болып тұра берсін десеңіздер, міне тік болып түсіп кете береді. Ешқандай оның қиын ештеңкесі жоқ. Міне жеңі түсінікті болды. Енді мынау осы бұйымымыздың мынау жаңа қазақша тақиясы, менде мынау жалпы шеңберімнің жалпақтығы міне 18 сантиметрді беріп тұр. Енді әркім өздеріңіздің бас өлшемдеріңізді алып аласыздар. Бас өлшемдеріңізді алған кезде міне мен қазір сіздерге міне параққа былай көрсетіп қойдым, мына енді түсінікті болсын деп жатырмын сіздерге. Мынандай қылып ойықтарыңызды қиған кезде мына көрсетіліп тұрған ойықты. Сол мынандай болып жалғанған кезде мынандай болып матаңыз конус болып шығады. Бұл уже тақияның формасын береді. Енді осы қосылған кездегі мына шеңбер сіздердің жаңағы размерлеріңіздің бас өлшемдеріңізді беру керек. Мынау деталь бұл сол тақияның мынау мына нүктелерді қосып болғаннан кейінгі ол маңдайшасына тігіп шығатын жалпы тақияның несін білесіздер, соған тігілетін деталі. Мысалға мынау объемға қанша кетеді, сондай ұзындықта жаңағы ширinaсын 5 сантиметр қып матаны 2 қабаттап қырқып аласыздар да орнатып шығасыздар. Бұл жерде сіздердің тақияларыңыз дайын болады. Ал енді мына детальға келетін болсақ, бұл деталь мен сіздерге түсінікті болсын деп қазір қиып қойдым. Қазір мен сіздерге көрсетіп жіберемін. Мынау костюміміздің алдыңғы деталі деп түсінейік. Мен қиып қойдым делік. Мынау соның астындағы өңдейтін матасымен мынандай қырқып аласыздар. Мынау мынерден бүйтіп тігіледі. Мынау тігіледі. Мына замокты орнатып аласыздар да. Мынау матаның астына былай тұрып өңделіп кетеді. Көрдіңіздер ғой? Бұл сонысы. Бұдан 2 деталь қырқасыздар, өйткені сіздердің алдыңғы өңірлеріңіздің алды ашық, мынау 2 деталь болып қырқылады. Мына жері 6 сантиметр болады. Бұған 10-ның қажеті жоқ. Детальді көріп түсініңіздер. Ал мынау мойын деп тұрғаны бұл арқасының деталі. Мына сіздерге көрсетемін.
мен мына қырқып матамды дайындап қойған болсам, осыған мынандай қылып осы маталарыңызды тұрған жерінде қырқып дайындап аласыздар. Мынандай болып түсу керек. Мына жерден тігіп шығасыздар. Сөйтесіздер де мынаны былай қарай аударып жүргенде мойындарыңыз мынандай өңделіп шығады. Әрі қарай көрсететін болсам, мысалға менің тігіп жатқан ұлттық костюмде мен оған тік жаға орналастырған. Тік жағамыздың мынау жалпы көрінісі, оны қайдан аламыз? Бізде мерде пол охват шея деп тұрмыз. Ол 12 сантиметр, 12 сантиметрімізді біз мына жерге түсіреміз. Жалпы 24 болатын болса, бір соның жартысы болып түседі. Мынау жалпы ұзындығы мойынның, енді осының осы жерде жартысы орналасады. Нерде 4 сантиметр жағаның жалпақтығы болады. Содан ары қарай 12 сантиметрімізді 12-де 5 қып түсіреміз. Мынау бұл жалпы мойын көрсеткіші, ал жағаның екі бүктелгендегі несі 12-де 5 болады. Жалпы осы 12-де 5-ті былай сызып аламыз. Сөйтемізді мына нүктеден мынаға 1,5 сантиметр көтерілеміз да, мына нүктені сойқа қосамыз. Енді 12-нің жартысын 6,5 қып мынаға қосамыз. Сөйтемізді мынаға қарай 4 сантиметр көтерілеміз. Мына жақтан 1,5 сантиметр көтерілсек, мынаға 1,5 сантиметр жоғары шығамыз. Сөйтемізді мына нүктелерді қосып шығамыз. Бізде тік жағамыздың формасы шықты. Мынау астыңғы мойынға барып тігілетін линиясы. Енді костюмымыздың поясына келетін болсақ, поясы менде жалпы ұзындығы 70-ті көрсетіп тұрмын. Жалпақтығы 5 немесе 6 бола береді мынау жалпақтығы. Ал енді мынау тұрған жері бізде 10 сантиметр биіктікті беріп тұр менің үлгімде. Енді қалауларыңыз өздеріңіздің. Ал енді мынау ортадағы доға сызықтың жалпақтығы ол 20 сантиметрді береді. Осыны 2 деталь қылып сызып аласыздар да, біріне-бірін беттестіріп тігіп шығасыздар. Мен әрі қарай қазір бұйымды көрсететін боламын. Әрине кішкене тігіп көрсетемін, что сіздерге түсінікті болу үшін. Ал енді бұл бұйымды тікпес бұрын бізге мынандай қазақша өрнектер керек болады. Бұл қазақша өрнектің астын төңкеріп көрсететін болсам, астында мынандай ақшыл болып көрініп тұр. Бұл бізде паутина, клейлер лазерге ойдыртқан кезде матаның астына салып қосып ойылады. Егер осылай ойдыртып алып жатсаңыздар, мына паутинаны астына 2 қабат қып қойдыртқандарыңыз абзал. Өйткені үтікпен жапсырған кезде жақсы жапсады, әрине киімдеріңізді жуып жатқан кезде ол алынып кетпейді. Өздеріңізге керекті ұзындықтарыңызды костюміңізге қарай өңірін, шалбарының жанына қоясыздар ма, соның бәрін өлшеп аласыздар. Сөйтіп барып не жасайсыздар, лазерге ойдыртып аласыздар. Енді бұл костюмның мен сіздерге шалбарының жалпы картинкасын көрсетемін. Шалбардың жалпы картинкасы, шалбардың ұзындықтарын аласыздар. Мысалы, қанша ұзындық сізге керек, сонша ұзындығыңызды мынаяққа түсіресіз. Мына жерге бөксе өлшемін түсіріп аласыздар. Мына жерде мынау бөксе өлшемінің қазақша мысалға шалбардың мынандай несі болады ғой, ау деп жатамыз, жалпы қазақша. Соны шығарып алу үшін ауға 4 сантиметрді қосып, мынандай қып ойып аламыз. Мына жердің несі 2,5 қып көтере саласыздар. Сөйтесіздер де балақтарыңыздың кеңдігі менде мысалға 12. 12-ні мына жерден центрін шығарып, 6-6-дан бөлесіздер де мынаны сызықтарын қосып шығасыздар. Енді арқасына келетін болсақ, арқасы да тура солай, тек
арқасындағы мына жердегі ойылатын ойыққа тағы да кішкене қосылады. Өйткені бізде арқа жағымыздың несінде кішкене көптеу болып жүреді. Ал арқа шалбардың арқасының балағы алдына қарағанда 1-1 сантиметр жаңағы үлкендеу болып келеді. Демек, мына жерде бізде 6,5-да 6,5 деген сөз. Мынау енді мына нүктені көріп тұрсаңыздар, міне жалпы мынада да 18, осы 18-ден 3 сантиметр былай жылжытып барып, жоғары 3 сантиметр көтеріп барып қосамыз. Бұл біздің шалбарымыздың арқа жағы кішкене осылай көтеріңкі болып пішіледі. Әйтпесе шалбарымыздың арқасы тартылып қалады. Міне қайтадан мына 18 сантиметрді мына құрап шығамыз да, 3 сантиметр мына шығарған кезде, мына алған 3 сантиметріміз мына қосып, мына сызып, шалбардың ұзындығына шығарып аласыздар. Енді мына жерде мен штрихтап көрсетіп қойғаным, егер маталарыңыздың ұзындығы жаңағы позволять ететін болса, мысалға мен қазір шалбарымның белін резина қоя саламын. Мен осы резинаға қайырылатын жаңағы запасын мен қосып қырқып ала саламын. Міне мынада да, алдында и мынау арқасында да. Кейін шалбарларыңыздың бәрін мыналарды бір-біріне қосып өңдеп болған кезде уже резинаға уже сіздерде запастарыңыз, оны қайттан бөлек тігіп жалғап жатпайсыздар, соны қайырып тие саласыздар. Осымен біздің шалбарымыздың жалпы картинкасы түсінікті болды деп түсінемін. Осының бәрін енді сіздер мата бетіне асықпай отырып түсіріп аласыздар. Мен өлшемнің бәрін асықпай көрсетіп тұрмын. Скрин жасап алып, жаңағы жазылып тұрған цифраларын көріп, соған қарап өлшемдеріңізді түсіріп алсаңыздар, сондай керемет бұйым шығады. Ал енді менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда да ең пайдалы, ең оңай деген жаңағы керекті мағлұматтарды, ақпараттарды беріп отыратын боламын. Келесі видеомда кездескенше, келе жатқан Наурыз мерекесі бәріңізге құтты болсын деймін.